21 қараша күні Қарағанды қаласында тағы бір миллионер пайда болды. Еліміздің бірыңғай лотерея операторы Сәтті Жұлдыз компаниясы Лото 49-дан 6 ойынының арнайы тиражында мультимиллионерді анықтаған болатын. Ұтыс сомасы 24 миллион 564 мың 426 теңгені құрады. Компания өкілдерінің айтуынша миллионер ұтысын алуға әлі де асығар емес. Жеңімпаздың Қарағанды қаласында Степной 4 шағын ауданындағы алмаз дүкенінде ұтыс тікені белгілі болды. Бірақ миллионер сату нүктесінде қарасын әлі көрсетпеген. Осыған орай лотерея операторы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 24 миллион теңгенің иесін іздеп жатыр. Ал желі қолданушылары бұл жағдайға екі түрлі пікір білдіруде. Бірі жолы болған азамат үшін қуанып қолдау көрсетсе, енді бірі сенімсіздік танытып, бұл ақшаның ешкімге бұйырмайтынын айтуда. Ал сіз қалай ойлайсыз? Осындай үлкен көлемде қаражат шынымен беріле ме? Міндетті түрде осы видеоның астына пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сәтті Жұлдыз компаниясы еліміздегі мәдениет және спорт министрлігінің қатаң қадағалауында екенін ескерсек, ұтысқа түскен 24 миллион қарағандылық азаматқа толығымен берілетініне күмән келтіру қиындау. Оның үстіне сәтті билет сатқан сатушы да ұтыстан құр қалар емес. Ол Сәтті Жұлдыздың ұтыстан 1% көлемінде, яғни 240 мың теңгені сүйінші ретінде алмақ. Айтып өтетін бір жайт, Лото 49-дан 6 ойыны 2018 жылдың 21 наурызында алғаш рет көрерменге жол тартқан болатын. Бұл лотерея әр сәрсенбі сайын өтеді. Қазіргі таңда Сәтті Жұлдыз лотереясы қазақстандықтарға 1 миллиардқа жуық ұтыс ақшасын төлеп үлгерген екен. Айтпақшы, егер де сіз 24 миллион ұтып алсаңыз, ол ақшаны неге жұмсар едіңіз?